Ассалаумалейкум баршаңызға, арнаға қош келдіңіздер. Видеоны бастаудан бұрын арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Өйткені сіздердің арнаға тіркеліп лайк басып бөліскендеріңіз біз үшін үлкен қолдау. ақш 21 желтоқсанда әскери байланыс бар деген қытайлық және ресейлік құрылымдардың тізімін жариялады. Бұл әскери байланыстар бұл компанияларға бірқатар американдық өнімдер мен технологияларды сатып алуды шектейді. Тізімде 103 субъекті көрсетілген, оның ішінде 45 ресейлік және 58 қытайлық субъект. Қытайдың аэроғарыштық энергетикалық технологияларды зерттеу институты, Қытайдың авиациялық индустрия корпорациясына қарасты 7 ұйым және Қытайдың авиациялық мотор корпорациясына қарасты 8 ұйым барлық тізімде. ақш сауда министрі Росс бұл операция экспорттаушыларға клиенттерін тексеруге және әскери соңғы пайдаланушыны табуға көмектесудің жаңа тәртібін жасады деді. Сауда министрлігінің пресс мәлімдемесінде әскери пайдаланушылардың соңғы тізімі экспорттаушыларға хабарланады. Осы тізімге енгізілген құрылымдарға экспорттау лицензиясы қажет ететіндігі туралы хабарланады. Тізім сейсенбіде жалпыға ортақ қарау үшін федералдық тіркелімде жарияланады. Жақында ақштың қара тізіміне ондаған қытайлық компаниялар енгізілді. Олардың ішінде Қытайдың ірі чип өндірушісі Чжуншин корпорациясы және қытайлық Дажан дрон өндіру корпорациясы бар. Reuters өткен айда ақш сауда министрлігі қытайлық немесе ресейлік әскери байланысты құрылымдардың тізімін жасады және оның ақш өнімдері мен технологияларын сатып алуын шектейтінін хабарлады. Қытай сыртқы істер министрлігінің өкілі Джау Лижен бұл туралы қатаң қарсылығын білдірді. ақш сауда министрлігі осы жылдың сәуір айында әскери соңғы пайдаланушы тізімін кеңейтті. Reuters агенттігінің хабарлауынша, сәуір айындағы ережелер тек қарулы күштер мен полицияны ғана емес, сонымен қатар әскери өндіріске көмектесетін кез келген жеке тұлғаны немесе заң тұлғаны қамтиды. Достар, арнаға тіркеліңіздер, бөлісіңіздер, лайк басыңыздар. Сіздердің тіркеліп лайк басып бөліскендеріңіз біз үшін үлкен қолдау. Келесі эфирде кездескенше күн жақсы болғай.